Сәлеметсіздер ме? Мен номер 7 Тұран мектеп гимназия коммуналдық мемлекеттік мекемесінің 5-ші сынып оқушысы Мұхамеджан Сенепін. Бұл жолы біз қазақ ертегілері туралы ертегі оқитын боламыз. Бұл жерде өсиет, аңыз, көптеген ертегілер бар. Сондықтан мен олардың ішінен өте керемет ертегіні тыңдап алдым. Мен сіздерге қазір оқып беремін. Ырыс қасша туыс қоймайды деген ертегі. Бұрын бір жалғыз басты туыс деген жігіт болыпты. Ойдан орады, қырдан қырады, артып-тартып үйіне 2-3 айда бір келіп, үйіп тастап тұрады. Бірақ та дүниесі артпайды, кемей береді, берекесі болмайды. Қасында жақын отырған бала-шағалы бір әйел көршісі бар екен. Оның ешқандай табары жоқ. Үй айналасына алысқа бара алмайды. Бірақ тұрмысы күннен күнге гүлдей береді. Туыс бұл қалай деп сұрап ақылға барып санатады, кеңес сұрайды. Ақыл бақытқа бардың ба дейді. Туыс бармағанын айтады. Ақыл ендеше сен соған бар, ол тентек, менің айтқанымды орындатпайды, бұзып жібереді дейді. Туыс бақытты іздеп келе жатып, жолдағы бір қара қосқа кіреді. Кірсе бір шал, бір кемпір, бір бойжеткен ақсақ қыз отыр. Туыс түскен кетерінде шал туысқа аманат тапсырады. Бақыттан сұрай кел, қызымды қандай адамға берейін дейді. Туыс жүріп келе жатып, дария жағасына басы иіліп, жерге тиіп тұрған бір бәйтеректің көлеңкесіне демалады. Бәйтерек те аманат тапсырады. Басымды жаңа шыққан уақытынан бері бір тартып жібермейді. Бұған не амал қыламын дейді. Бақытқа жетіп келген жұмысын айтып болған соң, Бақыт туысқа ақылға бармадың ба деді. Туыс бармадым, бірақ ол әуелі сізге бар, әйтпесе ол менің ақылымды орындатпайды, бұзып жібереді дейді. Бақыт күліп, рас депті. Бақыт бәрін де тыңдап болып, туысқа қайт. Бара жатып, бәйтеректің басын иіп тұрған бір тұлып алтын бар, соны сен қазып ал. Сонда бәйтерек басын көтереді, алтынның жартысын шал мен кемпірге де бер. Солардың ақсақ қызын ал дейді. Туыс айтқандарын орындайды. Туыстың өмірі содан кейін өркендейді. Бас екеуі болмайды, мал екеуі болмайды деген және ырыс қасша туыс қоймайды деген мақал осыдан шыққан.